Ассаламуалейкум достар. Қазіргі таңда ақшаңыз бен қалауыңыз бар болса, сіз кез келген жерге бара алатын сияқтысыз. Алайда жер шарымызда туристерге кіруге мүлдем тыйым салынатын жерлер бар. Оларды тек фотолар мен аз видеолардан көруге болады. Бүгін Q-Life арнасы сіздерге туристерге кіруге болмайтын ең жұмбақ мекендерді ұсынады. Достар, видеомыз басталмастан кішігірім өтініш бар. Біз Q-Life арнасын барынша дамытып, сіздерге қызықты да керемет видеоларды көрсетіп отырғымыз келеді. Өзіңіз де байқап жатқан шығарсыз, видеолардың шығу жиілігі қуантып жатыр. Енді сіз де бізді сәл болсын қуантып, лайк басып, арнамызға тіркеле кетіңіз. Ал біз бастай берейік. Сурцей аралы, Исландия. 1963 жылы Исландия суларында бірнеше жанартау атқылауы орын алды. Нәтижесінде ауданы 1,7 шаршы шақырым болатын жаңа арал пайда болды. Бұл дереу ғылыми қоғамдастықта үлкен қызығушылық тудырды, өйткені бұл жаңа әлем мен өмірдің пайда болуының көрнекті моделі. Ғалымдар жануарлар мен өсімдіктердің жаңа жерлер қоңыстанғанын бақылап отыр. Ешкім оларды мазаламайтындай етіп, аралға кіру туристер үшін жабық, кіруге тыйым салу себебі ғылыми тәжірибелер. Солтүстік Сентинель аралы, Үндістан. Бенгаль шығанағында орналасқан аралда сыртқы әлеммен байланыстарға қарсылық білдіретін Сентинель тайпасы бар. Олар аралға тым жақын келгендердің бәрін өлтіруге тырысады. Мәселен, 2004 жылы цунами аралға соғып, Үндістан үкіметі көмекке тікұшақ жіберген кезде тұрғындар құтқарушыларға оқ жаудырды. Ғалымдардың айтуынша, бұл тайпа оқшауланған жағдайда шамамен 60 мың жыл өмір сүрген. Кіруге тыйым салынуының себебі жергілікті тұрғындармен достаспау. Ласка үңгірі, Франция. Бұл үңгірдің суреттері 17 мың жылдан астам уақытқа созылған. Бұрын бұл жерде экскурсиялар өткізілген, бірақ көмір қышқыл газы микроклиматтың бұзылуына әкеліп соқты және ерекше сурет жоғала бастады. Қазір мұнда бірнеше ғалымға ғана кіруге рұқсат етілген. Адамдарға кіруге тыйым салу себебі дем алғанда адамдар шығарған көмір қышқыл газы үңгірлердің суреттерін бұзады. Кеймада Гранде аралы, Бразилия. Бразилия жағалауынан 35 шақырым жерде орналасқан арал ерекше әдемі болып келеді, бірақ оған баруға қатаң тыйым салынады. Бұл жер улы жыландарға толы, 0,40 шаршы шақырымға 4 маңдай адам өлтіреді. Кейбір жыландар тістегеннен кейін лезде өлім пайда болады. Айс Темпл, Жапония. Тыйым салу себебі тек элиталарға кіруге болады. Айс Джингудың ғибадатханалық кешені Жапон халқының басты киелі орны. Негізгі ғибадатхана биік ағаш қоршаумен қоршалған. Ішіне тек жоғары дәрежелі діни қызметкерлер және император отбасының мүшелері кіре алады. 1945 жылға дейін мұнда келу одан да қиын болды. Ғибадатхана Миягава өзенінің бойымен сыртқы әлемнен бөлінген. Тұқымның дүниежүзілік қоймасы, Норвегия. Тыйым салу себебі жеке тұқым сақтау. Мұнда жер бетіндегі өсімдіктердің барлық дерлік тұқымдары жиналған. Егер әлем барлық табиғи ресурстардан таусылса және ашаршылық басталса, дүкен адамзатты құтқаруы керек. Осы тұқымдардан адамдарға тамақ беретін және өсімдіктер өсіруге болады деп болжанады. Зона 51. Тыйым салу себебі жабық әскери база. Невада шөлінде орналасқан бұл әскери база 1950 жылдан бастап ақш үкіметінің құпия мақсаттарына қызмет етіп келеді. Бір нұсқаға сәйкес 51 аймақ ядролық қаруды сынақтан өткізеді. Басқа нұсқа бойынша көптеген жылдар бұрын жерге қонған НЛО бар. Ресми мәліметтерге сәйкес базада тәжірибелік ұшақтар мен әскери техника әзірленуде. Міне достар, туристерге кіруге тыйым салынған жерлердің тізімі дәл осындай болды. Сіздерге ұнаса лайк басып, қызыл подписаться батырмасына басып қойыңыз. Қуанышта жүздескенше сау болыңыз.